Қазақстанның халық жазушысы, ақын, әдебиет танушы, лингвист, зерттеуші, түрколог, мемлекет және қоғам қайраткері, дипломат Олжас Сүлейменов 85 жасқа толуына орай өмір жолы мен шығармашылығына арналған «Кемел қаламгер келбеті» атты кітаптарына онлайн шолу. Олжас Сүлейменов 1936 жылы 18 мамырда Алматы қаласында дүниеге келді. Ол әдебиетке 1955 жылы араласа бастайды. 1959 жылы Мәскеудегі Максим Горький атындағы әдебиет институтына оқуға түседі. Олжас Сүлейменов туындыларын орыс тілінде жазады. Арғымақтар деп аталатын тұңғыш өлеңдер жинағы 1961 жылы жарық көреді. Осы жылы шыққан «Адамға табын жер енді» поэмасы Сүлейменов есімін әлемге танытты. 1962 жылы «Нұрлы түндер», 1964 жылы «Шапағатты шақ», 1967 жылы «Мешін жылы», 1969 жылы «Қыш кітап өлеңдер жинағы» жарық көрді. Одан бөлек «Түн Париждің қызындай», «Доброе время восхода», таңдамалы лирика, «От өрімдер», «Айқын жағалау», «Азия», «Жазу тілі» кітаптары басылып шықты. Құрметті оқырмандар, Ақжайық аудандық кітапхана қорынан Олжас Сүлейменовтің 3 томдық шығармалар жинағының 1-ші томынан өлеңдер, 2-ші томынан поэмаларды, 3-ші томынан Азия кітабын оқи аласыздар. Ақынның 70 жылдық мерейтойына орай шығарылған «Айналайын жыр» кітабы лингвист ғалымдардың ғана емес, қатардағы оқырмандардың да зор қызығушылығын туғызған таңбалар тілі. Сонымен қатар ақынның Азия, Арғымақ, орыс тіліндегі избранные және де тағы да басқа кітаптарын алып оқи аласыздар.